Қазақстан Республикасы азаматтарының тегін, оның ішінде медициналық авиацияны тарта отырып, жедел медициналық көмек алуға құқығы бар. Біздің еліміздің жедел медициналық жәрдем қызметі 18 дербес станциядан, 121 қалалық қосалқы станциядан және 291 аудандық бөлімшеден тұратын нақты жолға қойылған жүйе болып табылады. 2022 жылдың 7 айында республика бойынша 4 миллион 746 мың 633 жедел медициналық жәрдем шақыруына қызмет көрсетілді. Барлық шақырулар 103 бірыңғай нөмірі бойынша қабылданады. Науқастан шақыру келіп түскеннен кейін жедел медициналық жәрдем станциясының диспетчері алынған сұрауды 5 минут ішінде өңдейді. Шақырудың жеделділік санатын анықтайды және автоматтандырылған басқару жүйесі арқылы пациентке жіберу үшін фельдшерлік немесе мамандандырылған дәрігерлік бригаданы тағайындайды. Шұғыл шақырудың бірінші жеделділік санатына шұғыл медициналық көмекке мұқтаж науқастың өте ауыр жай-күйі жатады. Мысалы, тыныс алудың немесе жүрек соғысының тоқтауы, ауыр жарақаттар, сананың жоғалуы. Жедел медициналық жәрдем бригадасының келу уақыты 10 минуттан аспайды. Екінші жеделділік санаты өмірге қауіп төндіретін науқастың жай-күйімен сипатталады. Бұл жүрек соғысының бұзылуы, ауыр улану немесе қан кету жарақаттары болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жедел жәрдемді күту 15 минутқа дейін созылады. Іштің жедел ауруы, күйік, үсік шалу немесе босану пациенттің денсаулығына қауіп төндіретін жағдай ретінде сипатталуы мүмкін. Бұл шақыру жеделділігінің үшінші санаты. Дәрігерлер тобы мұндай жағдайларға 30 минутқа дейін келеді. Егер науқастың жай-күйі жедел аурудан немесе созылмалы аурудың өршуінен туындаса, онда мұндай шақыру 4-ші жеделділік санатқа жатады. Мұндай жағдайларға мыналар: жоғары, өздігінен түспеген дене қызуы, құсу немесе жеңіл жарақат жатады. Дәрігерлерді күту уақыты 1 сағатқа дейін болуы мүмкін. Жедел медициналық жәрдем тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына, қандастарға, босқындарға, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға көрсетіледі. Уақытында медициналық көмек алыңыз және деніңіз сау болсын.